Саламатсызбы. Біз Бөрлі колледжінің 2-ші курс студенттері Бөлекова Нұргүл және Хамзиева Эльмира. Біздің бизнес моделіміздің тақырыбы қой жүнінен дәстүрлі қазақ көрпесін дайындау. Бірінші тұтынушы сегменттері. Біздің тұтынушыларымыз көбінесе қарапайым халық, ұзатайын деп жатқан қыз-келіншектер және өлкеміздегі жеке кәсіпкерлер. Екінші, негізгі құндылықтары. Біздің бизнес моделіміздің негізгі құндылықтары жүнді өңдеу, жүнмен, мақтамен, матамен қамтамасыз ету, және де көрпемен жабдықтау. Үшінші, каналдар. Қазіргі уақытта тұтынушыларымыз бізбен әлеуметтік желілер арқылы, оның ішінде ВК, Instagram, WhatsApp және OLX, Сату.kz жарнама сайттары көмегімен таныса алады. Төртінші, клиенттермен қарым-қатынас. Тұтынушы өз қалауы бойынша дайын тауарды өз көлігімен немесе жалдамалы көлікпен алып кете алады. Бесінші, кіріс ағындары. Біздің негізгі кіріс көзіміз көрпе сату, жүн түту, көрпе тісін тігіп сату болып табылады. Алтыншы, негізгі ресурстар. Көрпені дайындауда мата, бөз мата, жіп, тігін машинасы, жүн. Қолданар болсақ, жүнді өңдеуде сұйық сабын, ақтық, киімге арналған кондиционер сияқты тұрмыстық тауарларды қолданамыз. Ең маңызды ресурс жүн түтетін станок болып табылады. 7. Негізгі әрекеттер. Біз бәсекелестерімізге қарағандағы айырмашылығымыз көрпені тиімді бағада сатып, оның жоғары сапасын қалдырамыз. 8. Негізгі серіктестер. Біз өңделмеген жүнді Бөрлі ауыл тұрғындары мен шаруа қожалықтарынан Шұғыла, Дәллекөл, ЖК Камалов жеке кәсіпкерлерінен аламыз. Ал матаны Ақтөбе, Түркістан қалаларындағы серіктестерден көтермелі бағамен сатып аламыз. 9. Шығыс құрылымы. Шығыс құрылымына жуушылардың жалақысы, коммуналдық қызметтер, су, электр қуаты, канализация, жылу және тұрмыстық тауарлар жатады. Назарларыңызға рахмет!